терроризм актісіне дайындық туралы көрінеу жалған хабарлама үшін 5000 АЕК мөлшерінде, яғни 18 миллион теңгеден астам айыппұл не болмаса 5 жылға бас бостандығынан айыру немесе шектеу жазасы қарастырылады. Хабарламалар жалған болғанына қарамастан, онда көрсетілген орындарды қауіпсіздікті қамтамасыз ету және күзетті күшейту бойынша шаралар қабылданады. Сонымен бірге арандатушылық жарияланымдарда орналастыратын анонимді арналар бойынша мессенджерлердің әкімшілігімен жұмыстар жүргізіледі. Атап айтқанда, жалған ақпарат таратқан анонимді арна қазіргі уақытта бұғатталды. Бұл жұмыс жалғасатын болады. Өткен жылы полиция терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабарлама бойынша 215 қылмыстық іс қозғады. 43 адам анықталды. Оның 19-ы кәмелетке толмаған, 7 адам сотталды. Оның ішінде 2-і кәмелетке толмаған. Әрбір осындай факт бойынша жан-жақты тергеу жүргізіледі. Терроризм актісі туралы жалған хабарлау, дайындалып жатқан жарылыс, өртену немесе адамдардың қаза табу, елеулі мүліктік залал келтіру, не қоғамға қауіпті өзге де зардаптардың туындауы қауіпті туғызатын өзге де әрекеттер туралы жалған хабарлау Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 273 бабы бойынша жазаланатын ескертеміз.